әстесте ғой мұсылманшылық әстесінде демекші. Көреміз уақытысында. Кеше алғыс айту күні болды. Кімге алғыс айтқыңыз келіп тұр? Барша қазақ еліне алғыс айтқым келеді. Және де ең бастысы ата-анама осылай өсірген, жетілдірген, және де елімізді қорғап жүрген шекара сабындағы сарбаздарға, медицинада жұмыс істеп жүрген дәрігерлерге, жолда жүрген жол полицейлерге, және де қазақ халқына пайдасы тиіп жүрген барша мұсылман, то есть бауырларымызға алғысымды білдіремін. Диана, неке шартына көзқарасың қалай? Болашақта неке шарт болғанын қалайсың ба өзің? Қарсымын, ондай нәрсе. Жаңағы бірлік айтып кеткендей, біздің салт дәстүрімізге, менталитетімізге бәріне келмейді деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыз? Ана жаққа қарап қапсыз ба? Екі көзіңіз ана жаққа қарап қапсыз ба? Қатысушыларымдан бірін жаттап алайын. Бірі-біріне ұқсайды да. Қыздардың бәрі бір-біріне ұқсайды. Жалпы қалай енді бүгін екінші эфиріңіз? Енді кішкене не байланысты болып жатқан сөзін ашып. Мен өзімше. Енді екінші күн, иә. Екінші күн ба? Иә. Қалайсыз? Баршаңызға қайырлы күн. Аптаның бірінші күні барлығыңызға сәттілік, мерекелі болсын. Сізге жұма күні қателеспесем үміткер келді. Иә, үміткер келді. Қалай екен? Вамук. Иә, есімі. Кездесу болды ма? Кеше кездестік. Киноға бардық. Мені күшті үлкеріске кухняға бардық. Және де негізі адам бір-біріне сену керек. Енді әйеліне күйеу болып Алланың алдында некелерін қиып жатқаннан кейін бір-біріне 100% сенім болу керек деп ойлаймын. Ажырасқан жағдайда да бірге теңдей бөлісіп алғандары жөн. Жас айырмашылығы бар, иә? 6 жас, иә. 6 жас. Ол 19-да ма? 18-де. Бірақ білінбейді. Түрі бірақ бәрі айтып жатыр, что 18-ге ұқсамайды деп. Екеулерің бір жасты сияқтысыздар. 18-ге деп айта алмаймын. Күшті, андай взрослый, ер азаматтар сияқты. Енді ұнап жатыр ма, көңілінен шығып жатыр ма? Енді пока ұнап жатыр, иә. Енді прям ұнатып қалдым деп айта алмаймын. Таныстық болып жатыр? Иә, таныстық. Өрбіп жатыр. Түсінікті, рахмет. Мақсат, сіздің неке шартына көзқарасыңыз қалай? Болашақта болғанын қалайсыз ба неке шарт? Жоқ, жаңа бірлік айтып кетті ғой, жаңағы бай премиум класстағы адамдардың әңгімесі сияқты. Қазір бір средний класстағы адамдар оған бір қатты нетпеймін. Қатты бір ондай договорға отырмаймыз. Зузу Күлпәш сериалының Қазына деген сериалы. Зузу Күлпәш сериалының Қазына деген бөлімінде түскенмін. Сол сериалда аты солай Зузу Күлпәш 3 Қазына десең шығу керек ютубтан.